Оралда Ну орманды есірткі алқабына айналдырып, миллиондап пайда таппақ болған 3 адам ұсталды. Жайық өзенінің жағасына есірткі еккен есерлердің екеуі Қызылорда облысының, ал енді бірі Орал қаласының тұрғыны екен. Олардың екеуі осыған дейін есірткіге әуестігі үшін істі болыпты. Тәртіп сақшылары 2000 түпке тарта қарасора мен 132 келі есірткіні тәркіледі. Олардан қарасора өңдейтін құралдар да табылған. Полицейлер қарасора бұталарынан бөлек табылған есірткінің өзі қара базарда 50 миллион теңге тұратынын айтады. Өңірдегі көкнәр жедел алдын алу шарасы кезінде облыста заңсыз есірткі өсірудің 11 дерегі анықталыпты. Наркодельцы выдворены в ВВС УВД города Уральска. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 300 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. За время проведения УПМ на территории области выявлено 11 фактов незаконной культивации наркосодержащих растений и изъято более 2500 кустов конопли.